Мысалға сіз бірінші қол көтересіз, одан кейін барып Аллаху акбарды айтасыз. Бірінші қол көтеріп, одан кейін Аллаху акбарды айту, ол сүннет. Енді қараңыз, осы Аллаху акбар сөзін айтып жатқан уақытта сіз міндетті түрде өзіңіз естейтіндей айту керексіз. Ол әйел болсын, ол еркек болсын, ол имам болсын, ол кім болсын, жалғыз оқысын, сапарда болсын, тұрғылықты болсын, кез келген адамға жалпы Аллаху акбарды өзі естейтіндей айтуы керек міндетті түрде. Жарай ма? Енді қараңыз, осы Аллаху акбарды айтқан уақытта Алла деп созуға болмайды, оны білесіздер ғой көбісіңіз. Алла деп бастауға болмайды. Себебі Алла деген сөз, яғни Алла ма, Алла ұлық па деген сөз туындайды да. Арабтарда сөйтіп сөйлейді да, Аллаху акбар десеңіз, Құдай сақтасын, ол не Алла ұлық па деп сұрап жатсыз да сіз. Сол секілді Аллаху акбар деп созуға болмайды. Бар деген негізі шайтанның есімдері бірі деп те айтқанды. Бұл қараңыз, осы қателікті жасау намаздың ішінде немесе намаздың басында жасаса, намазға ол кірген болмайды. Намаздың ортасында Аллаху акбар деп сол жүрсе, немесе Аллаху акбар десе, намаз бұзылып кетеді. Не істейді? Намаз бастан оқу керек. Міне осы неге қателікке мән беріңіздер. Одан кейін барып Аллаху акбарды айтқан уақытта Аллаху, дұрыс айтыңыздар, Аллаху акбар. Жақсы ба? Аллаху акбар. Бүкіл әріптер шығу керек. Одан кейінгі тәкбірдің тағы да бірден бір шарты, сіз қиямда тұрған уақытта айту керексіз тәкбірді. Жарай ма? Мысалға сіз кеп қалдыңыз, мешітке асығып, имам рүкухте тұрды. Имам рүкухте тұр. Сіз көп бауырлар не істейді? Еңкейіп барады, Аллаху акбар дей салды. Енді имам тұрып кетпесін, имаммен бірге рүкухке үлгерсе, мен сол рәкатқа үлгердім дейді да, не істейді? Еңкейіп барады, Аллаху акбар дейді. Жоқ, ол дұрыс емес негізінде. Егер сіздің еңкейгеніңіз рүкухке жетіп тұрса, сіз онда намазға кірбедіңіз. Себебі тәкбірді қиямда тұрып айту шартты. Рүкухке бармай тұрып айту керексіз. Кәдімгі Аллаху акбар сөзін рүкухке баруға дейін айтып үлгеру керексіз да. Ал Аллаху акбарды айтып жатқан уақытта рүкухке жетіп қойсаңыз, ол намаз бастаған болып есептелмейді. Себебі сіз шартты толық орындаған жоқсыз. Жақсы ма? Сондықтан имам рүкухте тұрған уақытта асығып келдіңіз, бірінші қағып алыңыз, одан кейін барып еңкейесіз да. Егер сіз еңкейем дегенше имам тұрып кетсе, онда сол рәкатты оқисыз, үлгерсеңіз, сол рәкатқа үлгердіңіз.